Окаша ибн Михсан әл-Асади, Окашата деген бар аяқта оңтүстікте. Шелегіңді лақтырасың барып. Күнәңді анау шешіп береді сенің. Күнәһарсың ба, күнәһар емессің ба? Аллах тағала солай уақи түсірген ба ана жерге білмеймін. Күнәңді шелекпен, қашаннан бері күнә шелекпен өлшенетін болды қауғамен. Ол коммерциялық ұйымдар олар. Олар коммерциялық ақша жасап отқан, ойлана алмайтын ақымақтарды ақымақ қылып отқан кішкентай бір не? Ақша табу құралы. Алла ақыл берді ғой, сау адам күнәсі қауғамен өлшенеді деген қақтан Абай да айтқан жоқ қой ол нәрсені. Ана Құранды, пайғамбар хадисін қойып қойық, Абай шәкәрімдердің сөзін қарайық. Сендердің күнәларың қауғадағы шелектердің кейбірімен өлшенеді деген бір нәрсе жоқ. Бірақ олар не істеп жатыр? Бұл жерге бару Аллахқа серік қосу болып табылады. Күнәларды өлшеуші де, тазалаушы да, кешіруші де ол жалғыз кім? Алла. Періштелердің өзі өлшей алмайтын сауаптар мен күнәлар бар. Бірақ Алла инналлаха сариул хисаб дейді. Аллах тағала есепке келген кезде ол ешқандай ондай есепші жоқ дейді. Өте жылдам есептеуші Аллах тағала. Міне сол Окаша қазақ даласына дейін келді ма, келмеді ма? Бәдірде жүрген Окаша оңтүстікке қарай келді ма, келмеді ма? Келген жоқ ол. Міне айтып кетейін енді. Ертең көрермен бар, басқа бар. Адасып жүргендер болса, өздері бір Алла көкіректерін ашып тәубеге келер. Енді барам деп ниет қылып жүргендер бар екен біздің ауылда да. Өткенде ана апалар айтып жатыр. Енді барамыз ба деп жатыр. Жақсы болды айтқаның дейді. Кәдімгідей намаз оқып жүрген адамдар барып жатыр. Күнәларымызды өлшеп қайтамыз дейді барып. Машалла. Таразы ма бірдеңе ғой. Енді қараңыздар, Окаша ибн Михсан радиаллаху анху бұл сол шайқастың ішінде жүрген адамдардың біреуі. Өте үлкен ерлік көрсетеді. 21 жасында меккелік сахаба бұл. 21 жасында исламды қабылдап пайғамбар саллаллаху алейхи бірге хижрет еткен. Яғни Мәдинаға хижрет еткен. Сол Мәдинадағы алғашқы жорықта осындай ерлік көрсетіп жатыр. Соғысып жатқан кезде қылыш ортасынан морт сынады. Сөйтеді де пайғамбар саллаллаху алейхи жүгіреді. Алланың елшісі пайғамбар саллаллаху қолдағы қылышының сынғанын көреді де ол айтпастан біліп қояды. Ма Окаша мынаумен соғыс деп жердегі бір шыбықты алып қолына береді. Сонда Окаша сілкіген кезде анау қылышқа айналып кетті дейді. Ол қылышты кейін біз не деп атадық дейді? Әл-Аун деп атадық дейді. Көмекші қылыш. Аты бар ол қылыштың, көмекші деген. Соны ана қылышты алды да, шыбықты алды да қолынан бір сілкіді, анау қылышқа айналды дейді. Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи пайғамбарлық мұғжизасы. Бұл жерде тағы бір не бар? Окашаның тәуекелшілігі бар. Алланың есімі мынау шыбық қой деген кезде ол шыбық болып қалатын еді. Көрдіңіз ба? Анау алды да кетті соғысқа, қираттан соғысқа барып Окаша. Сол Окаша радиаллаху анху пайғамбар саллаллаху алейхи бірде сахабалармен бірге отқан кезде не деді? Ақиқатында жәннатқа есеп қисапсыз кіретін 70 000 адам бар деді. Есептеспейді олармен деді Аллах тағала. Бірден жәннатқа кіргізеді. Сонда Окаша ибн Михсан әл-Асади тұрды да, Алланың елшісі, маған дұға қылыңызшы, мен солардың ішінен болғым келеді деді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, ей Окаша, сен солардансың деді. Мына жағынан тағы біреу тұр. Алланың елшісі, мен де солардың ішінен болайын, дұға қылшы. Окаша сенен озып кетті деді. Көрдіңіз бе? Әдемі жауап, Жоқ, сен кірмейсің жәннатқа деген жоқ. Жәннат кең өткен, бәрі сияқты ол жер. Сен кірмейсің деген жоқ. Пайғамбар саллаллаху алейхи көрдіңіз бе? Әдісте мынау услуп дейді ғой. Әдісін көрдіңіз бе? Қалай әдемі. Ананы ренжітпейтіндей дәрежеде. Жоқ, Окаша озып кетті деп айтты да. Енді пайғамбар саллаллаху алейхи мына сахабасына қиған жәннатты тегін есеп қисап, мына сахабасына қимай ма? Жоқ, пайғамбар саллаллаху алейхи барлық сахабасы, үмметінің барлығы жәннатта болуын қалайды. Бірақ ол сахабада жәннаттық шығар иншалла, бірақ есеп қисапсыз болмайды да оныкі. Неге? Сұрақ. Жауап мынадай. Өйткені Окаша ибн Михсанның бойындағы бар қасиеттер мына екінші тұрып айтқан сахабаның бойында жоқ еді. Ал Окашаның бойында қасиеттер не қасиеттер? Жәннатқа есеп қисапсыз кіретін адамдардың қасиеттері бар екен. Солардың ең тұңғышы не? Аллаға шынайы тәуекел ете алу екен да. Бағанағы тәуекелді көрдіңіз ғой? Шыбықты ұстап тұрып, сілкі жіберді. Істей ала ма оны? Ешкім істей алмайды өйтіп. Оған үлкен яқин, сенім керек ол нәрсеге. Міне сол қасиет кімде бар еді? Окаша ибн Михсанда бар еді. Ақыры бастадық қой айтып тастаған ол кісіні. Сол Окаша радиаллаху анху пайғамбар саллаллаху алейхи бірге қаншама жорыққа қатысады. Тіпті 2-3 жорыққа өзін қолбасшы қылып жібереді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам.
Ана қылышы әлі қолында, барған жердің барлығында осымен қылыштасады. Ол сынбайды, ана баяғы қылыш сияқты сынбайды бұл. Сонымен пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дүниеден өтіп кетеді, соның барлық жорықтарына қатысады. Одан кейін Абу Бәкір радиаллаху анхудың кезіндегі жорықтар хурубур ридда дейді, діннен шыққан, зекет бермеймін, солардың барлығына қарсы Абу Бәкір радиаллаху анху Халид ибн Валидті, Укаша ибн Михсанды, Саад ибн Аби Ваққасты барлығын қолбасшы етіп соғыстарға жібереді. Сол соғыстардың бірі Тулайха ибн Хувайлид деген кісі бар. Бір керемет енді, бұған бір Алла бір бақыт нәсіп еткен, бірақ Тулайха ибн Хувайлид деген ана Мусайлама сияқты не істеген, маған да пайғамбарлық келіп жатыр деп ауырып қалған ғой анау. Көрдіңіз ме? Бізде де бар ғой ауыратындар, пайғамбарлық келіп жатыр. Дәл сондай ауырған анау. Бірақ ауырудан бұрын не істеген? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам алдында отырып исламды қабылдап кеткен ғой. Қараңыз. Жаңағы ауруымен ол қайттан не болып кетті? Діннен шығып кетті. Көрдіңіз ба? Пайғамбар саллаллаху алдында исламды қабылдады, пайғамбар саллаллаху дүниеден өтті. Бұл ауырды. Пайғамбарлық келіп жатыр маған деді. Өзі ауырған 3-4 адам бар пайғамбар саллаллаху дүниеден өткен кезде. Соның біреуі осы. Біреуі Мусайлама. Біреуі Саджа деген жаңағы анау әйел кісі. Сонда сол Тулайхамен соқсам деп қасқа мына Маракатул Базаха дейді, Араб жазирасындағы мына Базаха аймағында Укаша ибн Михсан радиаллаху анху сол соғыста, Тулайхаға қарсы соғыста шахид болады, қаза болады. Қазаққа жетті ма? Қазақ ана жақта, мына жақта Шымкент. Мынау мына жақта қайтыс болып жатыр. Не дейді? Укаша ибн Михсан, Укаша намаз оққан кезде ғана денесі босайды екен, оны әйелі біледі екен, сол кезде шауып өлтірген екен, басы домалаған екен деген ертегі бар біздің ауылда, елде тарап жүрген. Ол ертегі ешқандай бір сенімді дерекке құрылмаған ертегі ол. Әдейі іздедім. Бүкіл сахабалар туралы жазылған кітаптардың барлығын ішін іздедім. Қазақстанда Укаша деген бір сахаба қайтыс болған ба деп. Ешқандай ондай дерек жоқ. 4-ақ сахаба болған, Укаша деген есімі бар. Олардың 4-еуі де осы жақта қайтыс болған. Сондықтан ол не? Бұл аңыз деп айтуға да келмейді, ертегі деп айтайық. Аңыз кішкентай бір шындыққа құрылады ғой. Ертегі қиялы әңгіме. Сол ертегі иншалла сеніп қалудан Алла сақтасын. Сол Укаша радиаллаху анху сол жерде шахид болды. Әңгімені аяқтап тастайын. Тулайха ибн Хувайлид, мен пайғамбармын деп ауырып жатқан кісі. Абу Бәкір дүниеден өткеннен кейін Омардың халифалығы тұсында келеді. Омар мені кешіріңдер дейді. Мен ауырып қаппын дейді пайғамбарлықпен. Енді кешіріңдер, Алла да кешіруші ғой, сен де кешір Омар дейді. Омар ана өзінің жынын ашуын әрең ұстайды ананы. Қаншама сахабалар сенің кесіріңнен қаза болып кетті. Соның бірі міне Укаша. Оңай емес, бауырлардың бәрін өлтіріп. Омар өзін әрең ұстайды, тек тақуалығымен ұстайды Омар өзін. Сөйтеді де оны кешіреді. Ал Тулайха болса радиаллаху анху деп айтуға болады оған. Неге? Өйткені ол қайтадан не болды? Сахаба болды, ана қараңыздар. Сол Омардың кезінде Парсы империясына қарсы құрылған соғыста ойратады парсыларды. Маған 1000 әскер жіберші деген кезде 10 адамды жіберген дейді, соның біреуі осы Тулайха дейді. Бір өзі нешеге татитын болған? 100 адамға татитындай болған екен. Өте үлкен алып кісі болған Тулайха ибн Хувайлид радиаллаху анху. Неге сахаба деп жатырмын? Сахабаның анықтамасы, өйткені сахабаның анықтамасы. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның алдында исламды қабылдап, және иманмен өткен кісіні не деп айтады? Сахаба деп айтады. Екі ортадағы нәрсе не істелмейді? Есепке алынбайды. Басы мен соңы есепке алынады. Ол екі ортада мүртат болып кетсе де, кейін тәубеге келсе, ол сахабалық қайтадан мәртебеге өтеді. Түсікті қоя, мінекей Укаша ибн Михсан. Енді бұған айту керек бұны, өйткені ел осындай адасушылыққа кетіп жатқан кезде айтпаса тағы болмайды.